Қайырлы күн, тыңдармандарым. Сан қилы тағдырларды тыңдағыларыңызға сиарнама тіркеле отырыңыздар. Қарттар үйіндегі әжейдің әңгімесі. Бақыт оқудан тыс, волонтерлық қызмет атқарып жүргеніне біраз уақыт болып қалды. Өзі қиналып өскендіктен өзгеге көмек бергісі келіп тұрады. Мұны ата-анасы да құп көрді. Сабағында қалдырмай жұмысында жасап жүрді. Тіпті біраз балаларды волонтерлыққа шақырып бір команда құрды. Елдің мұқтажын өтеп, көңілдерін сергітіп алқалады. Волонтерлар әдеттегідей қызметті, кезекті жұмыстарына кірісті. Бүгін олар қаладағы қарттар үйіне келді. Әр қайсы екі-екіден бөлініп алып, келген тәттілер мен қажетті заттарын көтерісіп, мекемеге кірді. Волонтерларға жол сілтеп, бағыт-бағдар беріп жүрген Бақыттың көзі алғаш болып қарттар үйіндегі фейсіндегі терезеге жақтауына сүйеніп отырған қарт әжеге түсті. Алдын бір-екі рет келсе де бұл әжейді көрмеген екен. Сірә бұл жерге енді келген ау шамасы. Заттарды реттеп болып, әрқарысы әжейдің жанына келді. Әже, ау, иә, амансың ба, шырағым? Мен ойлап әлгі деп селгете қалған әжей сасқалақтап қалды. Аман есенбіз әжей, өзіңіз қалайсыз? Денсаулығыңыз жақсы ма? Алдым бұл жерде сізді көрмеппін. Шырағым, тағдырыңа берсе, бәрінде көреді екенсің, бәріне де көнеді екенсің ғой. Келгеннен бір-екі ай жүзі болды. Өз үйіңдей болмайды екен деген әжей еңкілдеп жылап жіберді. Жыламаңыз әже, деп Бақыт әжейдің қолын қысты. Сіздер үшін келдік, көңілдеріңізді көтеру үшін әдемі концерттік бағдарлама ұйымдастырдық. Тәттілеріміз де бар, жүріңіз. Сағынышым ішіме сыймай бара жатыр. Кімге қалай айтарымды білмей далмын. Маған айттыңыз, мен тыңдаймын әже. Алдымен концертті көрейік. Одан соң жайласып отырып әңгіме айтамыз. Көпшілік отада жүрегім қысылып кетеді. Сонан соң оқшауланып кеткенім содан соң ғой. Онда қазір мен келген волонтерларды концертке дайындап бір тексеріп келейін. Сіз сахнаға барып жайғаса беріңіз. 5 минут жаныңызда барамын. Жүріңіз деп Бақыт әжейді демеп орнынан тұрғызды. Екеуі дәліз бойлап жоғары көтерілді. Асханада екеуі шай ішіп отырып, алып келген тәттілеріне тамсана қарап, әжей рахметін айтты. Адам қартайған соң бала болып кетеді екен ау, деген рас екен ау. Мен деп бастады әңгіме әжей. 45 жыл ұстаз болдым, қанша баланы тәрбиелеп шығардым. Бірақ жалғыз ұлымды тәрбиелей алмаппын. Тек білімге үйретіппін. Білімнен бұрын тәрбие беруді шетте қалдырыппын. Әжесі екеумізде мұғалім болдық. Әкесі екеумізде мұғалім болдық. Жалғыз ұлдан соң Құдай басқа бала бізге бермеді. Әкесі де, шешесі де ерте айырылғанбыз, шалымыз екеуміз. Бауырларымыз да жоқ. Сол үшін перзенттерім көп болуын қаладым. Алланың ісіне қарсы келе аламыз ба? Тілегімді Құдай бермеді, жалғыз ұлдан соң бала бермеді. Осы баланы ер жеткізейік. Өз қолы өз аузына жеткенше жағдайын жасайық деп барымызды салдық. Әттең, оның қате екенін білсем ғой, сол кезде шіркін. Бала тоқшылық заманда өссе, жоқшылықты көрсетпесең де ең болмаса, не заттың болмасын қадірін білуді үйретуі керек екен. Біздің ұлымыздың да жоқшылықтың не екенін білмей өсті. Ортасының алды болды, білімді болды, мінезді болды. Сол мінезінің арқасында сәл ашуланса жұдырық ала жүгіретін болды. Жолдастарыммен жаға жыртысуды әдетке айналдырды. Ақырындап үстінен шағым түсе бастады. Мұғалім екенімізге қарамай сөгіс жариялады. Ұлымыз мектепке бармаймын деп қиғылық салды. Сол үшін мектебімізді ауыстырдық, жұмысымызды да. Бірақ соған қарамастан үздік оқыды, білімді болды. Мектепті аяқтап өз күшімен шетелге грантты ұтып алды. Өз елімізде оқи бер дегенімізге құлақ аспады. Мұхит асып, Америкаға оқуға кетті. Біз ұлымыздың соңында білімді болғанына қатты қуандық. Мінезі өсе келе өзгереді, есін жияды деп сендік. Ұлымыз шетелде тұрмыс тіршілігіне бейімделіп кетті. Ақырындап салтымызды, дәстүрімізді ұмыта бастады.
шетелдің менталитетін ұстап, әкесі екеуміз артынан іздеп барып тұрдық. Ата-бабамыздың табаны тимеген Американы ұлымыздың арқасында көріп келдік. Ішімнен ұлымның сондай жетістіктеріне қуанатынмын. Тіпті көкірегімді мақтаныш сезім билеп, жарияға жар салғым келіп-ақ кететін. Бірақ ұлымыз оқуын аяқтаған соң елге қайтпады. Мені білімді маман ретінде жұмысқа алып қалды деді. Осы тұста әкесі екеуміз қорқа бастадық. Әкесі Америкаға барып, ұлын келмешекке болды. Үміттеніп шығарып салдық. Ұлым әкесінің сөзін жерге тастамайтынына сенімдімін. Бірақ бірнеше күннен соң жалғыз оралды. Айтуынша университетте басшысы жібермепті. Ұлымызда кетәрі емес екен. Сонымен ұлымыз өзге елде май ішіп, біз әкесі екеуміз өз елімізде уайымымыздан қан ішіп өмір сүріп жаттық. Біз ұстаздық қызметімізді тамамдап зейнеткерлікке шықтық. Ұлымыз соқа басы сопайып бойдақ болып жүре берді. Өзіміздің өңірде небір қыздарды көріп қызғатынмын. Жақсы келін болуына кәміл сеніп те жүрдім. Біреуін көз астыма басып қойдым. Осы жазда ұлымызды елге қайтамыз деп хабарлама жіберді. Қуанышымда шек жоқ. Бұйырса той жасаймыз деп шешіп те қойған едік. Көптен күткен жазда келді. Ұлымызды құрақ ұшып күтіп алдық. Бізбен салқын амандасты. Тіпті өз тілінде ақырындап ұмыта бастапты. Сонда да перзентімнің табанына кірген жантақ менің маңдайыма кірсін деген ана емеспін бе? Ұлымның үстіне түсіп, бар тәттіні алдына тосып бәйік болдым. Іштей ұлымның салқындығын сездім. Әкесі де соны сезгендей үнсіз жүр. Бізде кешкі ас үстінде ұлымыз өз ойын айтты. Үйленетінін жеткізді. Біз бәріне қатты қуандық. Қуаныштан тіпті кімге де деп сұрауды ұмытыппыз. Ойымыз он саққа кетті. Көз алдымда той күні қазақты нақышта оюлы камзол киіп, шалымның жанында тұрғанымды елестеттім. Ұлым көпіртіктеп бірдеңені айта алмай отырғанын түсіндім. Әкесі ақырындап сұрап еді, өз ойын айтты. Үйленетін қызы да дайын екен. Шетелде бірге оқыған, қазір бірге жұмыс жасайтын қыз екен. Қазақ па деп қорқа сұраған менің сұрағыма, иә, қазақ, бірақ шетелде тұрады. Ата-анасы шетелде жұмыс істейді деп жауап берді. Тіпті екеуміз қазір бірге тұрамыз дегенде төбемнен жай түскендей болды. Ештеңе айта алмай, есеңгіріп бір орында отырып қалдым. Әже әңгімесін үзіп алды. Алдында суып қалған шайын бір ұрттап алды. Тамағының тығылған ащы өксігін байқаған Бақыт. Жылай беріңіз әже, шеріңізді шығарыңыз, дедіп сүрткіш соулық ұсынды. Содан деп әже көзін бір сүртіп алды да, терең күрсініп әңгімені жалғады. Содан мен ештеңе дей алмадым. Әкесі сөйлесті. Бізден сұрайтында ойы жоқ екен, бәрі өзі шешіп қойыпты. Алдыңғы жұма Америкаға кететін жеткізді. Бізді қайтпексің дегенде әкесінің сөзіне тағы да келемін деп қысқа қайырды да үйден шығып кетті. Содан үйге түнімнің жарымда келді. Шаршаған шығар. Демалсын деп бөлмесіне кірмедім. Содан 2-3 күннен соң ұлымыздың шетелге көңілсіз шығарып салдық. Соқа басымыз сопиып тағы да екеуміз жалғыз қалдық. Күндер өтіп жатты. Ауық-ауық әже жүрек тұсын ұстап деп терең демалды. Мұны байқаған Бақыт. Әже, егер сіздің жанарыңыздың бетін тырнап, есіңізге түсіріп қинап қойсам кешіріңіз. Егер айтқаныңыз келмесе айтпаңыз. Жоға балам, шер тарқатайын деп өзім сұрандым емес пе? Айтып бір жеңілдеп қалайын дедім деп әңгімесін қайта жалғады. Күндер өтіп жатты. Бірде ауылға келе жатырмын деген хабар алдық ұлымыздан. Күздің салқын кешінде мына жаңалық жүрегімізді жылытып жіберді. Шалымыз екеміз дереу дайындыққа кірістік. Келді, жалғыз емес. Жанында қысқа белдемше киген, сары шашты қыз бен жетектеген 4-5 жасар бір қыз бар. Тозылып тұрып қалдым.
Танысыңыз, келіншегім Алина және қызымыз Майя деді. Келініміз қолын ұсынып амандасты. Үйге кіріп дастарханға отырдық. Бала емес пе? Ананы жеймін, мынаны жеймін деген қызына шешесі ұрсып әлек. Оны жеуге болмайды, тамайлы. Оны ұстама, қолың иіскеніп қалады. Оған тиіспе, саған жеуге болмайды деп шектеумен болды. Өзі бірақ ашық жарқын екен. Мамочка деп әңгімесін айтып, іші бауырыңа кіріп кетеді екен. Тәрбиелі, мінезі тым жақсы. Тек өз тілі мен менталитетінен жұрды болғаны көңілімді қынжылтты. Шалым тіптен жақтыртпады. Әйел емеспіз бе? Тігісінен жатқызып, әйтеуір шалымның жақсысын асырып, жаманын жасырып әлек болдым. Кешкі астың үстінде ұлымыз өз ойында жүрген дүниені жеткізді. Әке, білесіз, менің жұмысым да отбасым да Америкада. Мұнда келгенім маған жұмыс жоқта, бұл ауылда. Сондықтан осы келгенде үйді сатып, бәріміз бірге Америкаға кетсек деп жай барақат. Ұлымыз бала күннен өз ойын ашық айтып жеткізіп үйренген. Әкесі жоқ, кеткін келсе, өзің отбасыңмен кете бер. Біз анаң екеуміз жылы жерімізден қозғама. Біз ешқайда бармаймыз деп кесіп айтты. Әкесі әңгімесіне осылай қысқа қайырды. 2 күн болған, олар 3-ші күні қыздарым бізге тастап өздері қалаға кетті. Қалада жұмыстарымыз бар деді. Соны пайдаланып, мен кішкентай бүлдіршінді әңгімеге тарттым. Орыс және ағылшын тілде шүлдірлейді екен. Біз орысша сөйлестік. Атын кім қалқам? Майя. Менің кім екенімді білесің бе? Білемін. Әкемнің анасысың. Әкең кім? Ол маған 2-ші рет әке болды. Менің әкемнің аты Ришрат. Бірақ қазір біз одан кетіп қалғанбыз. Қалай сонда? Біз анам екеуміз әкемнің үйінде кетіп қалғанбыз. Ол өте жаман адам. Анаммен ұрса береді. Ал 2-ші әке ұрыспайды. Бізді қатты жақсы көреді. Не айтарымды білмей тосылып тұрып қалдым. Бәсе деймін-ау, осы кішкентай қызды ұлымның бір жері болса ұқсастық іздеймін, мүлде ұқсата алмаушы едім. Сөйтсем, ұлымның перзенті емес екен ғой дедім іштей. Құрсын, әкесіне айтпайын, онсыз да денсаулығы нашар, жүрегі ұстап қалар деп жасырдым. Кешке ұлы мен келінім келді қаладан. Жүздері жайнап тұр. Дастархан басында әкесі екеумізге жаңалықтарын жеткізді. Әке, мен сенің Америкаға бармайтыныңды біліп, әдейі үйді арзан бағаға сатып жібердім. 2-3 күнде иелері келеді. Ал біз оған дейін Америкаға ұшып кетуіміз керек. Дайындалыңыздар, деді күліп. Немене, не істедің сен? Мен саған айттым емес пе, бармаймыз деп. Кеткін келсе өзің кете бер. Үйде нең бар еді? Біз өз күнімізді өзіміз көре беретін едік қой. Қайран. Сол кезде жалғыз ұлым деп, бұл үйді атыңа бекер жаздырыппын деген әкесінің қабағы қатқыл күйде сыртқа шығып кетті. Әжей тағы да үнсіз қалды. Іштей егіліп отыр. Ары қарай не болғанын іштей топшалаған Бақыт әжейдің өзі айтқанша үндемей күтейін деп шешті. Содан әкесі қырсығып бармады. Баласы да қырсығып кетіп қалды. 2 оттың ортасында қалдым. Жастайынан өз бетімен өз дегенінен өскен ұлымыз қайырылмады. Соңғы сөзі, перзентіңіз үшін барғыларыңыз келсе хабарын айтарсыздар, алып кетем деді де кетіп қалды. Содан соң көп ұзамай әкесі ауруханаға түсті. Мынандай ауырлықты көтере алмай жүрегі сыр беріп қайтыс болды. Баламыздың келуін күттік. Келіп соңғы сапарын шығарып салды. Мені алып кетпекші болды, бірақ шалымның соңғы сөзі мені тағы да ұстап қалды. Өлсек те бармаймыз деп кесіп айтқан болатын. Тағы да жолға шығарып салдым. Осы жағдайлардың бәріне көндеге қараған үйіміздің жаңа қожайындары үйге келіп орналаспақ болмайды деп той бастап қойғанбыз. Келін түсіреміз. Осы уақытқа дейін күттік. Енді үйді босатасыздар ма деп амалсыз өзімнің қажетті заттарымды орамалыма түйіп үйден шығып кеттім. Барар жер, басар тауым жоқ.
кезінде бірге қызметтес болған бір замандасым осы қарттар үйіне әкелді. Содан бері осындамын деп әңгімесін тамамдады әже. Не деп жұбатарын білмеген Бақыт жыламаңызшы дей берді. Көзіне келіп қалған жасты теріс бұрылып бір сүртіп алды да, біздің үйге жүріңізші әже деді. Неге баламау деп күлді әже көзінің жасын сүртіп жатып. Бізге әже болыңыз. Біздің әжеміз жоқ, анамыз жасқа қарайды. Рахмет шырағым, жанымда болып әңгімемді тыңдағаныңның өзі неге тұрады. Сен секілді жүрегі мейірімге толы жандар көп болсын. Рас айтам әже, жүріңізші. Рахмет айналайын. Маған осы жер тыныш, ыңғайлы. Пейіліңе көп рахмет. Алладан қайтсын, батасын берді әже. Бақыт көпке дейін ойланып жүрді. Бірге бұл келген волонтерларды шақырып қайтадан уақытты әже бір өтініш жасады. Сендер осындай жұмыспен айналыссаңдар ғой, көпшілікке ортаға көп барасың. Менің әңгімемді қысқаша айтып жастарды үгіттеп жүр айналайын. Өз отанын, еліне, жеріне жарқырап жүріп білім алғанымен тек елге келіп қызмет етуді үйренсін жастар. Қазағымның қара домалақ балалары қайда жүрсе де өз тілін, дінін, менталитетін, мәдениетін ұмытпасын. Және барлық жастарға сендердің жүректеріндегі мейірімді тілеймін деді айналайын деп шығарып салды. Бақыт әжейдің қолын алып қарттар үйінен шығып кетті. Біраз күн есеңгіреп қалып та жүрді. Онысын анасы да сезгендей, бірде шай үстінде баласын сыр тартып, неге көңілсіз жүргенін сұрап еді. Бақыт әлгі әжей туралы барлығын айтып берді. Анасына әжейдің үйлеріне алып келуге рұқсат сұрады. Қоя тұр ұлым, әрине ол кісіге қиын болыпты. Маған болса бүгін-ақ алып келші дедім. Дегенмен әкеңнен сұрап көрелік, әкең не айтар екен. Ертеңіне Бақыттың отбасында кешкі ас үстінде әлгі әжей жайлы әңгіме өрбіді. Көптен бері көкейінде жүрген әкесіне айтып Бақыт бір жеңілдеп қалды. Әкесі де кетер емес. Дегенмен барып бір хабарын білейік. Бәріміз бірге келесі демалыс күні барамыз деді әкесі. Бақыттың жүрегі атша тулап, балашы қуанып кетті. Ата-анасының сондай қамқор жандар екеніне қуанды. Сол тәрбие әке қаны мен ана сүті арқылы өзіне деген өткенін сезер ме екен шіркін. Қуаныштан неге сыймай кешке көше кезіп таза ауаға шығып қайтты. Көптен күткен күн келіп, демалыс күні Бақыт ата-анасымен қарттар үйіне жол тартты. Қуаныштың жүзі жайнап, жымыңдап, анасының қолынан қысып қояды. Дәл бір туғанына бара жатқандай, олар мінген көлік қарттар үйінің алдына келіп тоқтады. Сыртта мекеме бастығына кезіктірді. Бақытты жақсы танитын басшы қос қолдап амандасты. Ішке кірген Бақыт жан жағына қарап қояды. Фойеде терезе алдында отыратын әже көрінбейді. Басшының кабинетіне кірген олар жайғасып болған соң әкесі келген себебін айтты. Үнсіз тыңдаған мекеме басшысы біраздан соң әңгімесін бастады. Дұрыс қой, сіздерде жақсы адамдар көп болса, мүмкін қарттар үйі болмас па еді. Дегенмен әрі қарай айтылып жатқан сөздерді Бақыттың құлағы бірін естіп, бірін естімеді. Қуанып келген көңілі су сепкендей басылды да қалды. Қоштаспастан ақырын орнынан көтерді де сыртқа аяңдады. Көлікке отырғаны сол еді, артынан ата-анасы келді. Келген ізімен қары кері қайтқан үшеуінің де ойларында марқұм әжейдің соңғы сөзі еді. Бақыт соңғы рет волонтерлармен келгенде әжейдің әбден үгіттеп еді. Әжейде туғандай көріп, Бақыт іште жақын тартқан. Өз ұлынан көрмеген жылулықты омы даладағы көрінген қынжылтты. Әже дегенмен Бақытпен бірге оның үйіне барып тұруға келіспеген болатын. Содан көп өтпей іш құса болып, ақыры жүрегі сыр беріп, шалының артынан кете барыпты.
соңғы демін алып жатып, өз ұлын емес, бақыттың есімін қайталап, есі кіресілі шығасылы болып жатып өмірден өтіпті. Кім біледі, бірдеңе айтқысы келді ме екен. Америкадан шақыртқан ұлы келіп денесін алып кетіпті. Қос бейбақ осылай жалғыз, тұяғынан қызығын көрмей өмірден өтіп кете барды. Дәл қазір бір кісінің интервью бергенін айтқан қарттар үйі жайлы әңгімесі есіме түсіп отыр. Ата-ананың барында қадірлеңіздер. Өмірде өткен соң қастерлеп, алтын көмбес орнатудың пайдасы жоқ.